Топ кинолардың пирамидасын құрастырып жіберейік. Бәріміз бірге. Мстителидің бірінші части, әлем бойынша мықты деп саналмайтын шығар енді. Білмеймін, 4 деп қоятын едім. Головоломка тоже сондай фильмдардың бірі. Бұл Pixar меді. Звезда родилась, Леди Гага, Брэдли Купер. Жоқ. Білмейтіндерін ауыстырып жүрем. Прочь. Мыналардан қарағанда мықтырақ менің ойымша. Сол себепті давай 3-ке қоюға болады. Джанго освобожденный, Тарантино, шедевр, ең мықты фильмдардың бірі. Қалай 2-ке қоймайсың? Мен үшін енді, мен үшін. Безумный Макс. Безумный Максты тоже 3-ке қоюға болады. Одан да мықтылар. Күтеміз. Унесенный призраками. Сүйікті анимелердің бірі. Хаяо Миядзаки. 3. Мальчишник Вегасе. Әрине. Давай 2 мен 1 қалды. Білмейтінді ауыстырып жүрем. Мынаны білем, бірақ мен бұны лайықты деп санамаймын. Давайте ауыстырып жүрейікші. Тоже не в тему. Аватар. Культовый фильмдардың бірі. Сол себепті қоюға болады. Болады негізі. Давай бірінші орынға кімді қоямыз? Мынаны вроде білем, но лайықты емес, кешіріңдер. Бірінші орынға 12 разгневанных мужчин. Ең мықты фильмдардың бірі кино тарихындағы. Сол себепті лайықты түрде бірінші орынға қоямыз. Сіздер үшін топтар қандай, оны комментарийға жазып кетіңдер, достар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сәттілік. Топ кинолардың пирамидасын құрастырып жіберейік. Бәріміз бірге. Мстителидің бірінші части, әлем бойынша мықты деп саналмайтын шығар енді. Білмеймін, 4 деп қоятын едім. Головоломка тоже сондай фильмдардың бірі. Бұл Pixar меді. Звезда родилась, Леди Гага, Брэдли Купер. Жоқ. Білмейтіндерін ауыстырып жүрем. Прочь. Мыналардан қарағанда мықтырақ менің ойымша. Сол себепті давай 3-ке қоюға болады. Джанго освобожденный, Тарантино, шедевр, ең мықты фильмдардың бірі. Қалай 2-ке қоймайсың? Мен үшін енді, мен үшін. Безумный Макс. Безумный Максты тоже 3-ке қоюға болады. Одан да мықтылар. Күтеміз. Унесенный призраками. Сүйікті анимелердің бірі. Хаяо Миядзаки. 3. Мальчишник Вегасе. Әрине. Давай 2 мен 1 қалды. Білмейтінді ауыстырып жүрем. Мынаны білем, бірақ мен бұны лайықты деп санамаймын. Давайте ауыстырып жүрейікші. Тоже не в тему. Аватар. Культовый фильмдардың бірі. Сол себепті қоюға болады. Болады негізі. Давай бірінші орынға кімді қоямыз? Мынаны вроде білем, но лайықты емес, кешіріңдер. Бірінші орынға 12 разгневанных мужчин. Ең мықты фильмдардың бірі кино тарихындағы. Сол себепті лайықты түрде бірінші орынға қоямыз. Сіздер үшін топтар қандай, оны комментарийға жазып кетіңдер, достар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сәттілік.